икра жаууды көрсететін боламын. Менің парақшам пайдалы. Мені жоғалтпау үшін подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Помидорларымызды жуып, бөліп турап қойдым. Сәбізімді, болгарскийімді, қызылша, чеснок, капуста, пияз бәрін турап дайындап қойдым. Помидорымыздан бастап мясорубкадан өткіземіз, болгарскийімізді өткіземіз. Қызылша мен сәбізімізді мясорубкадан өткізіп дайындап аламыз. Қараңыздар, осылай дайындап қойдым. Пиязымызды көптеп турадым, капустамызды төрт бұрыштап турадым. Осылай қараңыздар. Мясорубкадан өткіздім, сәбізімді, қызылшамды мясорубкадан өткіздім. Чеснокты қолмен турадым, укроппен, зеленді де қолмен турадым. Қызып тұрған майымызды, пиязымызды қуырып, помидорымызды азғандай салып, қызылшамызды салып, сәбізімізді салып, болгарскийімізді салып, араластырып алатын боламыз. Бір қайнатып алып, екі бөлдім. Бір жағына помидор, болгарский бәрін салдым. Капустамызды да осылай салып аламыз. Екі бөліп. 30 минут өткеннен кейін әбден қайнайды. Туралған чесногымызды да салатын боламыз икрамызға. Қара бұрышымызды, қызыл бұрышымызды, тұзымызды салып, әбден араластырып аламыз. Әші салғанмын, міне. Әші салған жерім көрінбей қалыпты. Әдемі қайнап жатыр, қараңыздар, бұрқылдатып осылай қайнатып отырмыз. Қараңыздар, пәс түсіп қалған сәл болса да. Укроп пен зеленімізді салатын боламыз. 15 минуттан кейін астын өшіріп, банкімізге құйсақ болады. Міне крышкамызды деп 15 минут булап отырмыз. Қараңыздар, міне банкімізді деп булап жатырмыз. Енді салатын боламыз. Міне банкімізді қазанның бәріне бірге қойдым. Түсіп қалған. Енді қараңыздар, жайлап банкімізге құя береміз. Араластырып құямыз. Комментарийға өз пікірлеріңізді де қалдырсаңыздар болады, жауап беретін боламын. Оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Крышкасын жауамыз. Закрывашка жапқаным көрінбей қалыпты. Банкімізді төңкеріп, 3 күнге суытатын боламыз жылы күйінше. Ас болсын, парақшам пайдалы, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.